Денсаулықтарыңыз қалай? Бүгін кішкене шайқады бір қалай, иә? Сезінген адам сезінді. Дене бір суып, бір ысып, адамның жүрегін көтеріп, былайша айтқанда американский горкиде отқан сияқты болдық. Сезіліп тұр. Қазір жүгіріп, эфир есіме түсіп, жұмыстан келдім. Даусым жақсы естіліп тұрса, ақырындап эфирді бастайық. Бүгін кішкене теория жағын қарастырғымыз келіп тұр. Комментарийді өшірейін, иә, сұрақтарыңыз болып жатса, әдеттегідей мына астындағы сұрақ белгісі тұр, сол жерге сұрақ қойсаңыздар болады. Енді өкінішке орай ма, әлде солай болуы керек шығар. Мен бала күнімнен мектепті қызылға бітірсем де, физика, химия, математика, геометрия деген сабақтарға нашар болдым. Мен қазақ тілі, қазақ әдебиеті, жаңағы шығарма жазу, эссе жазу кішкене сол жағынан дайындапты бала күннен. Ең жаңағы мектепте бізге физиканы оқу керек деген нәрсені айтпады. Егер де қазіргі уақытта керек екенін білсем, мен сол кезде оқитын едім. Ештен кеш жақсы, ештен етпейді. Бүгін Сәуле менің шәкіртім болды Атырау қаласында. Сәуле арқылы осы физика жалпы қазіргі өзгерісті не дейді екен, теориялық тұрғыдан қандай анықтама береді, сол туралы білгім келіп отыр. Әрине, қазір болып жатқан жағдай, мынау айтып тұрмын ғой, біз жер планетасы ғаламда 100%-тен тек қана 10%-ға жете ма, жетпей ма біздің көзге көретін нәрсеміз. Қалған 90%-ы ол қасымызда жүр, біз оларды көрмейміз. Оның барлығын бір физикаға, бір анықтамасына сыйғызуға болмайды. Дегенмен де ғайыпқа сенбейтін адамдар бар. Әлі күнге дейін жаңағы академиялық іліммен айтылған нәрсеге ғана сенем дейтін адамдар бар. Сол адамдар да тыңдасын, түсінсін деген ниетпен осы физиктер, химиктер жалпы не дейді екен, бүгінгі эфирде сол туралы білгім келіп отыр, және өзіме де керек қағаз, қаламды алып жазып алуға дайын отырмын. Кеше кешкісін барлық қазақстандық жер планетасы, солтүстік шұғылы, северное сияние дейді, барлығы көрді, яғни аспанның жасыл, қызыл, әртүрлі кемпірқосақ сияқты түс беруін. Ол Қазақстанда жалпы тарихында жер планетасы пайда болғалы Қазақстанның жерінде алғаш көрінуі. Бәріміз қызықтадық, барлық ақпарат құралдары бүгін соны жазып жатыр, барлық сторисінде сол түсірген фотосымен бөлісіп жатыр. Бірақ мен сіздерге айтар едім, ол біреу үшін қауіпті, біреу үшін сеніп жүрген нәрсесіне дәлел ретінде аспанда көрініп тұрған нәрсе. Жоғарғы құдіретті күштер расында да осындай ғажайыптар болып жатыр, расында да өзгеріс болып жатыр ғаламда, жер планетасында осындай өзгеріс болып жатыр деп бәрімізге аспаннан көрсетті. Және ең қызығы, енді бұл менің мақтанғаным емес, бірақ расымен сондай болды. Таңға жуық түсімде көрдім, яғни аспанға қарап тұрмын, аспан қып-қызыл болып тұрды. Одан кейін жоғарыға таңғалып қарап тұрмын, не деген әдемі аспан деп. Бірақ айналамдағы көп қабатты ғимараттардың барлығы кәдімгі су сияқты төмен қарай топыраққа сіңіп кетіп, жоқ болып кетіп жатты. Алысқа көз тастасам, сондай бір тарихи жерлер және жаңа бір тарихи бір сондай нысандар пайда болып жатыр екен. Шошып оянып, таңертең телефонымды қарасам, уже көп адам бөлісіп жатыр екен жаңағы. Действительно сондай қып-қызыл аспанның болғанын, солтүстік жаңағы шұғыланың біздің аспанымызда көрінгенін. Ол дейді, бүкіл планетаның климатының өзгеретінінің дәлелі. Яғни ғаламда өзгеріс болып жатыр, бізде климатта да өзгеріс болады. Қазір ноябрь, бірақ әлі көктем сияқты. Алматыда мысалы жып-жылы. Күндіз мысалы 19-20 градус болып тұрады. Астанада жаңағы бақ-бақ гүлдер бүр жарып жатыр. Бұл климаттың өзгергенін білдіреді. Жаңағы мұздар еріп жатыр. Жалпы санасы бар адам, кәдімгі осознанно жан-жаққа қарайтын болсаңыз, үлкен өзгерістер болуда. Наурызда болмаған өзгерістер қазір болып жатыр. Мүлдем ол жерлерде соғыс болмайтын шығар деп біз ойлаған едік. Санаулы уақытта соғыс болып жатыр. Жер сілкінісі, жаңағы су алу, яғни катаклизмдер қатар орын алуда. Біз енді шүкір Қазақстанда қазір тыныш болғаннан кейін көп адам түсініп жатқан жоқ әлемдегі өзгерістерді. Бірақ әлем жаңалықтарын қарайтын болсаңыз, күнде өзгерістер
расымен орын алуда. Және жоғарғы құдіретті күштер, ол сенсеңіз де, сенбесеңіз де, бізге наурыз айында бұның барлығын ескертті және жеткізді. Сол айтылған нәрселер қазіргі күні расымен де болып жатыр. Орталықта, шығыста болған жаңағы жарылыстар, олардың барлығын алдын ала ескертті. Мына жер сілкінісі, су басу, энергияның көтерілуі, адамдардың расымен де не істерін білмей, түнімен қысылып, ұйықтай алмай, жүрегінің қысып, денесінің мынау бір ысып, бір суитынын, оның барлығын наурыз айында жеткізді. Әрине, біз өзімізге ол кезде сену қиын болды. Халыққа тіптен былайша айтқанда ешкім сенбеді. Но расында қазіргі күні ол болып жатыр. Жаңағы солтүстік шұғыла, яғни аспанның қызыл, жасыл түс беруі, рең беруі, бұл дейді жердегі магнит өрісінің ағымы өзгергені дейді. Яғни действительно алапат энергия келді деген сөз. Және ғаламда ол өте тез болып жатыр. Өзгерісті барлығыңыз сезіп жатырсыздар. Сезінбесеңіздер ештеңе етпейді, сезесіздер. Өйткені ол ғаламда болған өзгеріске сіз қанша қарсы болсаңыз да, жалғыз өзіңіз қарсы тұра алмайсыз. Ағымға сай болуыңыз керек. Мына не бар ғой? Қазақстандағы, Алматыдағы жаңа алаң бар емес пе біздегі? Сол жаңа алаң өте сондай мықты энергия құйылып тұрған бір үлкен порталда ол жерші. Әрине біз жаңағы көзбен көретін нәрсеге ғана сенеміз ғой. И сол жаңа алаңда 1986 жылы желтоқсан оқиғасын білесіздер, жерде орын алды. Ал параллель әлемде ол жерде ақ пен қараның соғысы жүріп жатты. Ақ пен қара дегеніміз, яғни ескі дәуірдегі қара энергия. Ал ақ дегеніміз осы қазір келіп жатқан жаңа дәуірдің жарық энергиясы. Екеуінің арасында үлкен соғыс болды, бірақ жарық бар жерде түнектің, қараңғының ешқандай күші жоқ, жарық жеңді. Жерде ол біздің Қазақстанның тәуелсіздік алуымен көрініс алды. Ол сенсеңіз де, сенбесеңіз де, ол рас нәрсе. Мен сіздерге бірнеше кітапты ұсына аламын, осы туралы жазылған, ол ағылшынша жазылған кітаптар. 86 жылғы ақ пен қараның күресінен кейін 87 жылдан бастап, 1987 жылдан жер планетасына алапат жарық энергия түсе бастады, жердің ертісі көтеріле бастады. Және қазіргі уақытта жарық сарбаздары деймін ғой мен, осы ақпараттарды қабылдап, басынан бері түсініп жүрген жандарды. Сол жандар туыла бастады. Жерде туыла бастады. Әрине, оған дейін туылған өзінің миссиясымен жерге жаңағы жер планетасында жаңағы ертіс өскен кезде көмегімді беремін деген контрактпен келген адамдар қазіргі күні осыны түсініп жатыр. Түсінбей жатқандар да көп арамызда. Қазіргі күні енді өкінішке орай түсініп жатқан жер планетасы бойынша 100-ден 10% болып тұр. 90% адамды қазір енді кішкене шайқап жатыр. Мысалы, сізде бәрі бар, жағдайыңыз жақсы былайша айтқанда, бірақ бір нәрсе жетпейді. Түнде ұйықтай алмай, жүрегіңізде тыныштық жоқ, былайша айтқанда жаныңыз тыныш емес. Ол не нәрсе деген сұрақ туады ғой. Вот не нәрсе? Ол жаңағы сіздің жаратқанның, Құдайдың алдында берген уәдеңіз. Жерге не үшін келдіңіз осы уақытта? Осы бір ғаламдық өзгерістің кезінде айтып тұрмын ғой, простой рух жерге келмейді деп. Сіз келер кезде уәде бердіңіз. Жер планетасында алғаш рет болатын ғаламдық өзгерісте мен осының барлығын түсініп, өте жоғары вибрацияда, жоғарғы жарық энергиямды беріп, нұр шашам, шуақ шашам деп уәде беріп келдіңіз. Осы нәрсе сіздің рухыңыз тыныштық бермей тұр. Ал мүлдем жаңағы материалдық әлем бар ғой. Енді материалдық әлем дегеніміз ақша, киім, дүние, машина, ручка, бұның барлығы көзге көрінетін материалдық дүние. Осы дүниенің артына кеткенде адамдар көп. Ақшаның артына кеткен адамдар көп. Және мен оларды ақырындап бақылап жүрмін. 3-4 жыл бұрын шылқыған бай болса, қазіргі күні абсолютно бір теңіз қалдырғанда, өздері айтады, мен білмеймін дейді. Вот сенсең дейді, мен ешқашан Каспийдің карточкасын бүйтіп шығарған емес, өйткені менде ақша көп болған дейді. Ал қазір дейді, уже не істерімді білмеймін, Каспий ред деген нәрсенің не екенін түсініп, амал жоқ соған күнім қарап қалды дейді. Ақырындап бүйтіп қарасақ, сонда мен айтамын ғой, егер де сізді ақшасыз қалдырмаса, сіз осы нәрселерді сұрап маған келер ме едіңіз десем, жоқ дейді. Вот. Не үшін сізді ақшасыз қалдырып отыр? Ол сіздің өзіңіздің рухыңыз жоғарғы. Ол енді рух үшін не маңызды? Рух үшін мынау Құдайдың алдында берген антын орындау маңызды. Сол үшін шайқайды өйстіп ақшасыз қалдырады, түсінбей кетсеңіз. Немесе жаңағы түрлі
аурулар адамда қазір енді онкология, рак аурулары белең алып тұр ғой қатты. Ауруханаға осы 2-3 күннің арасында өте көп адам түсіп жатыр, кәдімгі ес-түссіз. Міне солардың барлығы осы кезде осы өзгеріске жердегі үлесімді қосам деп келгендер. Қаңтар оқиғасын білесіздер, иә? Ол да Алматыда жаңа алаңда орын алды. Ол кезде де ескі дәуірдің ескі қара энергиясы орнынан кеткісі келмеді. Тағы да ақ пен қараның күресі болды. Бірақ барынша енді күресті қара бұрынғы ескі энергия. Бірақ жаңа дәуірдің жаңа энергиясы жеңді. Қаңтар оқиғасынан кейін осознанно ойлана қарасаңыз үлкен өзгерістер болды. Қазақстандағы бұрын әй өзгермейді ау, әй бізде әділдік болмайды ау, әй біз жемқорлықтан құтылмаймыз ау деп келдік. Соның барлығы қаңтар оқиғасынан кейін тарс резко әділдік орын алып жатыр. Әлі күнге дейін солай. И қазір кешегі сіздерге көрсеткен дәлел, ол аспандағы әдемі әртүрлі түсті шұғыламен бұл энергия күшеймесе азаймайды. Бұрынғы әдетті қою керек, барынша енді таңдау еркі өзіңізде. Бірақ қазіргі күні біреуден таза емес жолмен 2000 теңге алсаңыз да, сіз бірден жаңағы артыңыз ашылады. Одан кейін мына энергияның өте мықтылығы қазіргі уақытта не ойлайсыз, орындалады. Не айтасыз, орындалады. Екелі ауызға төртелі қақпақ болу керек. Жақсы жағына да пайдаланған дұрыс. Не армандайсыз, ол арманыңыз міндетті түрде орындалады. Мысалы, және шығармашылықтың дамитын бұл кезеңі. Өте керемет кезең келе жатыр. Достар, қазір біз, былайша айтқанда, көбелек бірінші қанатын жаймас бұрын коконнан қиналып шығады. Кеше мен бір стористе видео салдым ғой. Жаңағы жұлдыз құрт қой деймін, көбелекке айналатын. Бірінші ол жұлдыз құрт болып жерде өрмелеп жүреді. Одан кейін сыртқы қабығын тастайды. Сосын бірталай уақыт коконда болады ішінде. Одан кейін коконнан тырмысып жатып, қиналып жатып көбелекке айналады. И ол қиналған кезде сіз көмектесіп жіберсеңіз, білесіз бе, анау көбелек шыға алмай коконнан қиналып жатады ғой. Сіз көмектесіп жіберсеңіз, ана көбелек өмір сүрмейді, өліп қалады сол жерде. Қазір біз коконда тұрмыз. Көбіміз солай. Күніне мыңдаған хат келеді. Не болып жатыр өзі дейді. Ұйықтайын десем ұйықтай алмаймын. Бүкіл тісіме дейін сырқырайды. Вроде тісім ауырмайды. Мына буыным қақсайды. Шекемді сондай бір дрелмен тесіп жатқан сияқты. Не ұйқы жоқ. Күндіз әйтеуір денемді сүйретіп жүрмін. Жүрегім шаншиды, дем жетпейді. Ауруханаға барам, дәрігерлер қарайды. Абсолютно денсаулығым 100%. Ешқандай ақау жоқ, бірақ не болып жатқанын білмеймін дейді. Өстіп жүрген адамдар бар. Қазір біз коконнан шыға алмай жатырмыз. Өте тез түсініп алу керек мына нәрселерді. Бізді марттан бері өте мықты дайындады. Түсінген адам қазір ойлап қараса, қаңтар оқиғасы болды. Қаңтар оқиғасынан кейін резко жарық күштері келді. Қазақстанда жаңағыдай әділдік орнай бастады. Одан кейін уже мартта жердің вибрациясы, жердің герці резко өсті де екі әлем бірікті. Екі әлем бірікті деп отырғанымыз астралдың жоғары қабаты мен жер планетасы бірікті, яғни аруақтар әлемімен қазір біз бір измеренияда өмір сүріп жатырмыз. Бұған дейін қазақ халқы ұйқыда болды. Біз ұйқыда болдық, сөздің шыны керек. Вроде көзіміз ашық, тамақ ішіп жүрдік, но санамыз ұйқыда болды. Ол ғаламның жоспары сондай. Ал наурыздан кейін бізді резко дайындады. Жаңағы реинкарнация деген не, инкарнация деген не. Одан кейін жалпы рухтар әлем бар екенін, біз жерге жаңағы бір емес талай рет келетінімізді, оның өзі иерархия заңы бойынша мини-цикл, макроцикл бар екенін түсіндірді. Өзге де ғаламда тіршілік иелері бар екенін, және біздің ДНК-мыз қаншама тіршіліктің кішкене интернет. Иә, 21. Яғни біз сұрақтарымызға жауап алып отырмыз. Бірдей сан көру ол белгі. Ол өте жақсы белгі. 21.
Батыс бойынша 20-20. Даусым естіліп тұр, қатып қалған жоқ, иә. Бізді айтып тұрмын ғой, өте жақсы дайындады. Жаңағы рух әлемінің не екенін, біз жерге бір емес, бәленбай мың рет келетінімізді, иерархия бойынша төменнен бастайтынымызды, рухымыздың өлмес рух екенін, және осы қазір болып жатқан нәрсенің сценарийін барлығын өзіміз жазатынымызды, біздің жанымыз бірнеше өлшемде өмір сүретінін, рухымыз, яғни Құдайдың бөлшегі, ол өте жоғарғы өлшемде өзімізді басқарып тұратынын, басқа планетада тіршілік иелері бар екенін, және олардың барлығы бізге қазір көмектесіп тұратынын, әр жапырақ болсын, тау тас болсын, олардың бәрінің қасында қорғаушылары болатынын, адамзат деген гибридті барлығы жан жақтан қарап көріп тұратынын біз наурыз айынан бері білдік, түсіндік. Бұған дейін біз оны түсінбедік. Ол солай болуы керек болды. Ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ. Яғни бізді жаңағы ештеңе айтпады, шектеуде ұстады, соқыр қылды деген сияқты нәрсені айтып, ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ. Ол солай болуы керек болды. Өйткені қасиетті кітаптарда жазылған нәрселердің ақиқаты, түсінігі енді келіп жатыр. Ол кезде біз мысалы Құранның ішіндегі жазылғандарды түсінуге санамыз жетпеді. Адамзат жердегі балаң санада болды. Яғни кішкентай бала сияқты болдық біз. Ал қазір біздің есейгенімізді кеше түнде ақ көрсетті. Адамзат сендер есейдіңдер деп тұр. Аспанда анау разноцветный жаңағы шұғыла көрсетті ғой жоғарғы күштер. Ол бізге үлкен белгі. Болды, балалықты қойыңдар, есейдіңдер, түсініңдер деп отыр. Үлкен қателік. Сіздердің бұған дейін айтып келген, біз жерге бір ақ рет келеміз, реинкарнация деген жоқ деген нәрсені миға құйып алуларыңыз өте қауіпті нәрсе. Неге? Потому что қазір не болып жатыр? Ғалам өте әділетті. Біреуден жаңағы 5 теңгесін жымқырып қойсаң да, осы өміріңде қайтармасаң да, сен келесі өміріңде міндетті түрде қайтарасың. Бұған дейін солай болды. Біз жерге бір емес, осы қазір отырғандарыңыз бәленбай мың рет келдіңіздер. Өткен өмірдің кейбір өлшемде есіктері жабылған жоқ. Сол сабақтардың есігін жабу үшін біздің рухымыз жанталасып жатыр. Карманы өтейтін кез деген осы. Ескі уақытта бұрынғы өміріңізде жаңағы аяқталуы керек сабақтарды аяқтауыңыз керек болып тұр. Неге мысалы адам онкологиямен ауырып қалады? Неге бәрі күшті болып тұрған кезде аяқ асты онкологиямен ауырады? Ешқандай ол сұрағына жауап таппайды. Вроде мен дін жолында жүрдім, намазымды оқимын, ешкімнің алашымен аттаған жоқпын. Неге мен ауыруым керек бұл онкологиямен? Деген сұраққа мысалы ол жауап таба алмайды. Өйткені бұрын не деді? Сен жерге бір ақ рет келесің, болды өлесің осымен, или жұмаққа или тозаққа барасың, ары қарай өмір жоқ дейді. Ал қазір қарасақ, жаңағы онкологиямен ауыратын адам өткен өмірінде жаңағы кішкене қателіктер жасаған. Енді жерге келгеннен кейін қателік деуге бола ма, болмай ма, біз деген барлық опыттан өтуіміз керек болды ғой. Мысалы, әр тамақ күнде бір жұмыртқаны жей бермейсіз, барлық тамақтың дәмін татып барып, сіз баға бере аласыз. Сол сияқты қазір жерге келген рухтар барлығы болды. Барлығы болды, ақ та болды, қара да болды, жаңағы сарбаз да болды, хан да болды, кедей де болды. Мысалы, барлық ұлт болып шықтыңыздар. Осыны сіз түсінген кезде адамзаттың барлығын бауырым деп қабылдай аласыз. Айналаңызды просто жақсы көріп кетесіз. И жаңағы онкологиямен ауыртып тұрған, сонда қарасақ өзінің рухы, высший ясы. Ол үшін жаңағы ескі кездегі бұрынғы өмірдің есігін жабу керек болып тұр да. Енді қазіргі мынау переход кезі өте маңызды кез ғой. Жаңа дәуірге секіру үшін, яғни жаңа кванттық секіріс жасау үшін ескі бұрынғы дәуірдегі, бұрынғы өмірінің сабағын өтеу керек және есігін мәңгіге жабу керек. Сол қауіпті аурумен ауыратын адамдарға қазір енді түсіндіріп жатыр. Вот, мысалы, сен өткен өмірде жаңағы бір адамды осылай қиянат жасап қойдың. Сен осыны түсінуің керек. Түсін, зертте. Не үшін жерге келдің? Түсініп, осының барлығын тез анадан зерттеп, мысалы жаңағы рух, жан, тән туралы, жаңағы жоғарғы өлшемдер туралы, өткен өмір, карма, әділдік заңы туралы, иерархия, бәрін зерттеп тез қабылдағанда, мүмкіндік береміз дейді. Өйткені Құдайсыз қурай сынбайды дейді, мысалы. Ол жаратқанның қолында. Сіз қандай аурумен ауырып жатсаңыз да, бір-ақ күнде жазылып кетуге мүмкіндік береміз дейді. Барлығы түсіну өзінің қолында. Ауру, жаңағы
түрлі сынақ дейміз ғой, былайша айтқанда. Ол нәрсе бекер берілмейді. Ең қызығы, жаңағы адамға айтамын ғой, сіздің қазір жылап сықтап отырсыз ғой, мысалы, жаман аурумен ауырамын, кеше менде барлығы бар еді, қазір менде ештеңке жоқ. Туған туысқанымның барлығы теріс қарады. Ақшадан қысылып отырмын, жан жақ кредит қысып баратыр, неге деп жылайды да. Не істедім мен дейді. Сөйтіп қарасақ, негізі мысалы ескі дәуірде мысалы қатыгез байдың рөлін сол опыттан өткісі келді де жазықсыз жандарды жаңағы өлтіріп қойды, былайша айтқанда. И сіз кімге қиянат жасайсыз? Ең қызығы, сол адамдар сіздің міндетті түрде досыңыз, отбасыңыз, қайын жұртыңыз сол айналада жүреді. Бұл әділдік қарымта, яғни карма заңы дейді. Бұрын сіз қиянат жасап қойған адам, ол сіздің балаңыз болып келеді, қайын жұртыңыз болып келеді. И жаңағы жақсы көру арқылы, түсіну арқылы, қабылдау арқылы екі ортадағы жаңағы байланып тұрған нәрсе көп ғасырлық өзі шешіліп кетеді. Вот ғаламның өте әділ екенін осыдан білуге болады. Бұл резко жаңағы наурыз айынан кейін бұл құпияларды аша салды, былайша айтқанда, жоғарғы өлшем. Бұған дейін мынау дін жолында мына діндарлар бізден ештеңені айтпады, мына ақиқатты айтпады, бізді жаңағы ерлікті, мына шаблонда ұстап келді, матрицаның ішінде біз соқыр болып өмір сүрдік деп. Керек жоқ ондай нәрсені айту, өйткені ол жоғарғы әлемнің құдіретті күштердің жоспары сондай болды. Біз солай өмір сүруіміз керек болды, опыттан өтуіміз керек болды. Ал екі өлшем біріккеннен кейін, наурыз айынан кейін, ол уже біз ана опыттан өттік, жер планетасы сабақтан өткеннен кейін уже воротасын аша салды жоғарғы өлшем. Вот негізі құпия осындай еді. Мысалы, ұзаққа созылған сериал бір тегі мыжып келеді ғой, 99 серия бойы, одно и то же. И соңғы сериясына келген кезде, рас, 999 серия бойы болған мыжыған нәрсені соңғы сериясында уже шеше салады да. Ең соңғы серияда картаны аша салады. Вот қазір сондай болып жатыр. Бұған дейін құпия саналған нәрсенің барлығын құдіретті күштер қазір ашық, анық айтып отыр, және оларды сіздер сезініп жатырсыздар, көріп жатырсыздар. Қасиеттерін көп адамның аша салды, енді ашыла береді. Желтоқсан айында дейді, көп адам жаратқанға берген уәдесін есіне түсіреді дейді. Представляете? Біз ана жерге келген кезде просто так келе салмаймыз ғой, уәде береміз. Мен жерге барамын, жерге барған кезде осылай, міне өстуге уәде беремін деп. Уже қыздар жазып жатыр жаңағы. Түсінде жаңағы уәдесін есіне түсірген. Осылай әр адам есіне түсіре береді, түсінеді, қабылдайды. Сол кезде жаңағы жер планетасынан қара энергия, жер планетасын бүйтіп жоғарыға көтергісі келмей тұрған ескі дәуірдің төменгі энергиясы босата салады деп тұр. Бүгін неге жаздым ғой, сториске. Жалпы Қазақстанның туының өзі ерекше. Ол енді қазақ болып туғаннан кейін мен мақтанып отырған жоқпын. Мен ылғи айтамын ғой, мен басқа ұлт болып келсем де, осы нәрсені зерттесем, мен тура осылай айтатын едім. Өйткені зерттеулер тура келіп тұр. Қазақстанның туы ерекше, жаңағы қыранның жоғары самғап бара жатқан, оның өзі, мысалы, біз ескі дәуірде қарға болсақ, допустим, жердегі адамзат, қазір біз түсінген сайын жаңағы коконнан шыққан көбелек әрі қыранға айналып жатырмыз. Қыран қарғамен салыстыруға келмейді. Қарға қарқылдап қыранның үстіне шығып алса да, қыран онымен ұрысып отырмайды. Ол биікке көтеріле береді. Ал биіктегі қысымды қарға көтере алмайды. Просто төмен түсіп кетеді. И біз қазір сондай болып жатырмыз. Осының барлығын түсінген, оңай емес. Өйткені біз тек қана санамызда ғана емес, тәнімізде үлкен өзгерістер болып жатыр ғой. Және өткен өмірлеріміздің жаңағы энергиясы тоже қосылып жатыр да. Соның барлығы жан жақтан қысуда. И сіз резко түсініп, соның барлығын қабылдап, айналаның бәрін жақсы көріп кеткен кезде, жақсы жаңалық, жаңағы ескі кармаларыңыз үзіліп кетеді. Үзіліп, сіз уже жаңа коконнан шыққан көбелек сияқты боласыз. И қыранға айналған кезде қасыңызда қарқылдап жүрген, түсінбей жүрген, миыңызды шертіп жүрген, сізді түнек деп жүрген, сізді адасушы деп жүрген, сізді қиял деп жүрген, қуып кетті деп жүрген қарқылдаған қарғалар, ол просто өздері төмен қалып қояды. Сіздің жоғарғы қысымды ол көтере алмайды. Өйткені ол түсінгісі келмейді. Қарға болу, қыран болу, ол әр адамның өзінің таңдау еркінде. Адамға жалпы жерде таңдау еркі беріледі. Бірақ қазіргі кезде жер планетасына айтып тұрмын ғой, просто так ешкім келмейді.
тіпті ана ауыр сөздер жазады ғой, мысалы кеше бір келіншек жазып жатыр, жанатты неғып тыңдайсың, ол адасушы деп, күйеуің дін жолында деп өйстіп айтып жатыр да. Ылғи ана адасушы деп айтады, бірақ өзі дірілдеп жаңағы не ұйықтамайды, кәдімгідей дем жетпейді, жүрегі қысып ауырып жатыр дейді. Сол кісінің мысалы ана өлшемде рухы өте сондай дана да. Мына жердегі эгосы да кішкене шектеліп тұрған, жаңағы коконда тұрған бір не сияқты, көбелек сияқты ұша алмай тұр да. И көп адам осыны қазір коконда тұрған көбелек сияқты болып жатырмыз, қанатымызды жая алмай қиналып жатқан жайымыз бар. Жер планетасының өзі реинкарнациядан шықты. Жер планетасы, мына жер ананың өзі қайтадан туылып жатыр дейді ғой. Мысалы кішкентай бала туылған кезде неге жылайды? Ол жоғарғы өлшемде жаратушының нұры, мысалы бөлшегі еркінде баратын жерге барып қалықтап жүрген еркін рух бір уақытта таптар денеге, таптар жерге бүйтіп кіреді. Кірген кезде памяті өшкен, суық, қарны ашады. Ол не сұмдық дейсің ғой. Еще анандай тар қуыстан қиналып шығуым керек те. Анадан туылған кезде бала сол үшін жылайды. И қазір сендер қайтадан туылып жатсыңдар дейді. Орыстар вознесение дейді ғой. Исаның көктен түсуі. Қайта туылады адам. Қайта туылады, және осы денелеріңмен бірге өмірге қайттан келесіңдер деп қасиетті кітаптарда жазған. Біз мәнін түсінген жоқпыз, бірақ қазір түсініп жатырмыз осыны. Жаңағы туылып жатқан бала сияқты кішкене анау қуыстан шығу қиын болып жатыр да бізге. И уже түсініп кеткен кезде ертең көресіздер, өміріңіз совсем басқаша болады. Ойлаған арманыңыз резко орындалады. Сіз ешкімге ашуланбайсыз, ауырмайсыз, қартаймайсыз. Ары қарай кәдімгі ғаламат нәрселер бола береді. Блокта тұрған біздің осыған дейін, блокта тұрған ДНК-мыздың барлығына қазір өзгеріс келіп жатыр. Жан тәнімізге өзгерістер еніп жатыр. Оң жақ миымыз ауырып, басымызды көтере алмай жатқанымызда сол қазір біздің тәнімізге де өзгеріс енгізуде. Осыны түсінген кезде сіз уже байқайсыз, түсіңіз өте сондай осознанный адамның түсі болады, аян беріледі былайша айтқанда. Мысалы, енді қыздар көп жазып жатады, түсімде сізді көрдім деп. Ол көрінетін, ол өзінің высший ясы. Енді бұл теманы менен тыңдағаннан кейін өзінің высший ясы солай көрініп тұр да, былайша айтқанда. И жаңағы жоғарғы әлемде жаңағы стол бар, сол жерде бәріміз отырамыз деген сияқты нәрселер жазылады, түстерінде көреді. Біз жоғарғы өлшемде негізі өте ақылдымыз, барлығымыз өте данамыз. Әлбетте жерде ол ұстап тұрған біздің эгомыз. Эго всегда қорқақ. Енді эгоны жаман демеймін, эго біздің тұлға болып қалыптасуымызға көмегін берген, бірақ плюсы мен минусы да бар, ол нумерологияда да айтады ғой сізге. И минус жағы қазір сізді кішкене бүйтіп ұстап тұр, қорқыныш. Көп адам байқағаным, жұмыстан шығып кеткен, не үшін екенін білмейді. Көп адам басқа қаладан, бұрынғы қаладан басқа қалаға көшіп кеткен, не үшін екенін өзі білмейді. Жұмысын өзгерте салған, мысалы, не істеп жүргенімді өзім білмеймін дейді. Конечно, білмейді, потому что бұрын бізді сол жақ миымыз, яғни біздің эгомыз, жанымыз басқарса, қазір бізді уже Құдайдың бөлшегі, высший ямыз, біздің рухымыз уже басқарып отыр. Рөлде отырған сол. Ол ешқандай қорқуды білмейді. Ол ренжуді білмейді. Ол бәрін өзінде көреді, бәрін жақсы көреді. Өйткені жоғарғы өлшемде біз бір-бірімізден ешқандай айырмашылығымыз жоқ. Мен қандаймын, сіз де сондайсыз, ол да сондай, бәріміз бірдейміз. Сол екенін біледі де, қазір рөлге уже біздің высший ямыз, рухымыз отырды. Және ол біледі, сізге не керек екен. Ал сіздің эгоңыз айтайын ба не деп қорқады? Енді жұмыстан шығып кеттіңіз ғой, неше жыл істеген. Бұған дейін денеңізді әйтеуір апарып жүрген едіңіз сүйреп. Қазір шығып кеттіңіз, эгоңыз таңертең тұрған кезде қорқады. Енді мен қалай ақша табамын? Аштан қатпайын ба деген нәрсемен қорқытады. Қорықпаңыз. Жоғарғы құдіретті күштерге, өзіңіздің рухыңызға сеніңіз, ол біледі. Сізді аш қалдырмайды. Ана крайонды не үшін сіздерге берді оқуға? Неге біз қазақша аудардық? Неге озвучка жасадық жаңағы? Қазіргі уақытқа ол керек болады деп. Қиналып жатырсыз ба? Неден бастаймын, қалай оянамын, не істеймін деп қиналып жатырсыз ба? ютубты ашыңыз, барлығын тыңдаңыз, сізді сразу жібереді, сразу түсінесіз. И ана крайондағы жасыл құбыжық, ол біздің эгомыз жердегі, жұмыстан шықсам аш қалам деген. Немесе осы өзгерісті қабылдасам, ел мені қуып кетті, адасушы деп айтады деген қорқыныш, біреудің сөзінен қорқу. Ал жаңағы Майкл деген басты кейіпкер жетелеп жүрген жеті періштеңіз, ол сіздің высший яңыз және қасыңыздағы тәлімгерлеріңіз. Сіз ешқашан жалғыз болған жоқсыз, осыны біліңіз. Қазір әрқайсыңыздың қасыңызда көптеген құдіретті күштер тұр. Кем дегенде бір адамның қасында 19 періште бар, тәлімгерлер деймін. Жоғарғы өлшемде олар сіздің достарыңыз,
бір топтағы достарыңыз жер планетасы жоғарғы өлшем үшін қиын планета болып есептелді, қиын мектеп болып есептелді. Сіз жерге түсем деген кезде олар арқаңыздан қақты: батыр, жарайсың, осындай қиын мектепке баруға келісім бергеніңе. Қорықпа досым, мен сені демеп жүрем, қасыңда жүрем деп сіздің бір топтағы достарыңыз қасыңызда бірге түседі. Сізге бір сан көрсетіп жататын, қазір бағана жазып жатсыздар ғой, 21 деп көрсетіп жататын, түрлі белгілер көрсететін, аяқ асты инстаграмда жаңағы прямой эфир шығаратын, сізге керек кітаптардың тізімін шығаратын, оның барлығы сол сіздің қасыңыздағы тәлімгерлеріңіз. Ол негізі рух әлемінде сіздің достарыңыз. Бұған дейін біз жерде жаңағы талтаңдап бүйтіп тұсауын кескен, енді жүріп келе жатқан бала сияқты болдық. Оны қасында үлкендер демеп жүреді ғой. Вот тәлімгерлер біздің қасымызда демеп жүрді. Олар біздің таңдау еркімізге кіруге қақысы жоқ, қорқытуға қақысы жоқ. Сондықтан тек белгімен береді. Негізі көп адам айтады: әй, мына жерде адам болып келгеннен гөрі негізі тәлімгер болып келген оңай ма деймін. Келесі жолы тәлімгер болып келемін деп кейбір қыздар сөйтіп күлдіреді. Бірақ тәлімгерлердің жұмысы екі есе қиын деп айтатын едім. Өйткені мынау көргеніме ғана сенемін, көзіме не көрінеді, соған ғана сенемін, басқа ғайып нәрсе мен үшін жоқ, академиялық ілімге ғана сенемін деген адамдардың қасында тәлімгерлер, ойбай, білесіз ба, қалай қиналады. Анаған белгі береді, но түсінбейді да. Біздің логикамыз, тар санамыз өзінікінде қатып қалған ғой. Бәрі адасушы, менікі дұрыс. Жоқ дейтін. Сол кезде қасындағы күштер кәдімгідей жұмыс істеп, таңдау еркімізге кіре алмайды, не істерін білмей кетеді, тура бар ғой. Сөйтеді де амал жоқ. Түнде кәдімгі жүрегіне қысып ұйықтатпай кәдімгі дірілдетеді ғой адамды. Пока түсінбейінше, еще аян берсе де түсінбейді адам. Ақыры амал жоқ, не істейді? Уже сіздің рухтас, топтас рух бар ғой, қасыңызда жүр, бір семьяда жүреді жаңағы топтас рухтар. Солармен уже келісімге келеді. Яғни сіздің жақыныңыздың біреуі сәпсем түсінбей кеткен кезде өмірден кетем дейді. Осы арқылы ол түсіну керек дейді. И мен қазір байқағаным, енді көп адам жазады, көп адам кездесем, сол кезде байқағаным, бір семьяда бір ғана бала болады да, и осы соңғы 1-2 жылда сол баланың өмірден кетіп қалуы өте жиі. Басқа баланы бермеген, қанша тырысса да көтере алмаған, бірақ бала берген, и сол бала кетіп қалады ғой өмірден. Жылап, сықтап, мамасы мен папасы бармаған жері жоқ, не істерін білмейді. И соңында уже өстіп бізге келеді, сөйтсек, ана баласының уже рухы келіп тұрады. Сонда айтады да: екеуміз келістік қой, ренжімеш. Енді жердегі сенің тар санаң үшін түсіну қиын. Я түсінем, саған түсіну қиын. Қиналдың, бірақ жоғарғы өлшемде екеуміздің арамызда контракт болды. Сенің рухани деңгейіңді өсіруім керек болды. И мен өмірден кетуім керек болды ол үшін. Көрдің ба, сен мен өмірден кеткен кезде іздендің, қиналдың. Сол арқылы сенің рухың есейіп, өсіп жатыр. Сол үшін жаңағы эгоның жылап сықтауын босат. Жерден кейін де өмір бар. Ол жақта үлкен сатылар бар. Ол жер планетасында міне өмір сүрдім, денем тастағаннан кейін ары қарай өмір жоқ деген ол өтірік нәрсе. Керісінше, денен тастағаннан кейін ары қарай өмір басталады деп жаңағы баласы келеді да, міне осы кезден бастап жібереді ғой жаңағы ата-анаш. Жіберіп, уже ары қарай түсініп, осы нәрсені зерттеп, и өмір басқаша уже өзгере бастайды. Бұған дейін айттым ғой, мысалы, ағаммен де сондай контракт болды. Енді көп адам ағасы қайтыс болғаннан кейін бастан кетіп қалды жанат деп айтты, бірақ контрактымыз сондай болған. Егер де ол ағам кетпесе, мен мысалы қазір түсінбейтін едім. Әлі ақшаның артынан бұрынғы өмірмен жүре беретін едім. Біреулер үшін нормально, біреулер үшін ненормально. Бірақ осы жолға келу керек болды. Өзгеріс қатты болады, алапат энергия күшейе береді. 2024 совсем басқаша болады. Біреу үшін қанатын жайған қыран үшін, көканнан шыққан көбелек үшін, сіздер үшін, яғни түсініп отырған өмір ғажайып жаққа өзгереді. Совсем басқаша болады. Ал түсінбейтіндер үшін кішкене қиындау болады, бірақ түсінгендер сіздер көмектесіп жібересіздер, ештеңесі жоқ, біз бұны өткереміз. Енді көп оқиға болды, ол келесі эфирлерде айтамын. Кездейсоқ ештеңе болмайды. Өзі бір 6 топты оқыттым. 6 топты оқытқан кезде ол топтағы адамдардың барлығы бекер адамдар емес, біздің арамызда жоғарғы өлшемде кәдімгідей контракт болған. Сол адамдардың қазіргі күні қалай өзгеріп, жерге не үшін келгенін түсініп жатырмын. Атырауға барған кезде мен оқытам деп ниет еттім. Сонда жаңағы қасымдағы тәлімгерлер бірден айтты: 25 сарбаз дайын тұр деді. И расымен қарасам, 25 қыз оқуға жазылып қойған екен. Енді өздері білмейді регрессологияны не үшін оқимын деп. Бірақ оларды да бір құдіретті күш әкеп тұр. И ол қыздардың қазір әрқайсының үлкен миссиялары бар. Сол кезде ағайынды 2 қыз бар деп алдын ала маған көрсеткен.
сол қыздың бірі осы Сәуле. Ол кішкене жаңағы нәзік әлемді көре алмай жүрді. Вообще не үшін келдім деген сұрақты қоятын жиі. Сосын білесіздер, иә, сол наурызда үлкен шу болды. Сол кезде шошып кеткенін білемін мен де оқыған қыздардың. Біз кімде оқыдық, ойбай Жанат ханым не деп жүр өзі деп. Сәуле мойындады, иә біз шошыдық деп. Бірақ жаңағы крайон неше түрлі кітаптар беремін ғой, ол кітаптар маған өтпеді дейді. Өзімнің мамандығым химик болғаннан кейін мына физика тұрғысынан жердің герці қазір айтып жатыр, квантовый скачок деген, квантовый запутанность, оның барлығы физика ілімі зерттеп уже анықтап қойған, Нобель сыйлығында алған дәлелдеген физиктар. Сол тұрғысынан зерттейді Сәуле. Сол кезде барып ох дейді ғой, міне деп ше, осы екен ғой өзгеріс дейді да, и жарқ ете қалады дейді ғой санам. Содан бері зерттеп қазіргі күні физикалық тұрғыдан, ілім тұрғысынан академиялық ол жақсы түсініп жатыр. Әрине маған енді барынша түсіндіреді, бірақ менің миыма кірмейді енді. Әлбетте әрқайсымыздың өзіміздің жаңағы шаруамыз бар ғой жерге келгенде. Мен, наверное, маған тәлімгерлермен сөйлескен, сіздерге жеткізген, тәптіштеп түсіндірген, сториске бүйтіп жеткізген ұнайды. И содан жаным рахат табады, и ұшып рахат болып жүремін да. Ал жаңағы атом, ядро деген нәрселер миыма қонбайды, шыны керек, ұйықтап қала беремін. Бірақ сонда да енді сондай нағыз физика ілімімен түсінгісі келіп отқан адамдар бар шығар. Сіз біреумен спорт еткен кезде осы ғылым жолымен де ташылдатып түсіндіріп жіберсеңіз, сізге ешкім ештеңе дей алмайды. Ай, мысалы біз деген бүйтіп бата берген кезде де алақан жайып отырамыз ғой, бір күшке сенеміз ғой. Мысалы үйде иіс шығарған кезде, мысалы әруақ деп, мысалы біз бір күштерге сенеміз ғой. Біздің ата бабамыз мысалы жауға шапқан кезде әруақ деп шапқан, ол мысалы бір құдіретті күштерге сеніп тұр. Оның барлығы бекер емес қой мысалы. Яғни ол бар. Талай біз неден оқыдық мысалы шығармадан, ғайып ерен 40 шілден деген. Оның барлығы ғайыптың бар нәрсесі да ол. Просто біз қазір сол ғайыптың не екенін, олар кім екенін, ол жақ жалпы қандай екенін, бұған дейін о дүние дей салсақ, о дүниенің қандай екенін, қанша өлшемнен тұратынын просто біз біліп жатырмыз да. Просто біз анық біліп жатырмыз, ақиқатты бүйтіп алды да аша салды. 40 жыл бойы бір жерде жұмыс істеп, сізді жұмыстан шығарып жіберсе, не істеріңізді білмей қаласыз да, уже өмір сүре алмай қалатын сияқты. Қазір сіздер сондай болып жатсыздар да. Ана ескі дәуірдің қатып қалған қағидатынан резко лақтырып жіберген кезде, уже жаңа дәуірдің жаңа нәрсесін, уже еркіндікті қабылдай алмай қалып жатсыздар. Жан тәніңіз, санаңыз барлығы қабылдай алмай қазір бар ғой, есіңіз шығып жатқан себебі сол. Ничего страшного, өткереміз. Тем более енді тағы да айтамын, мен қазақ болғаннан кейін бөлініп бүйтіп отырған жоқпын, но ұлы тұлғалар, тарихтағы қазақ ұлтынан келген, қазақ болып туылған, абсолютно барлығы, патша, хан, тарихтағы, мен білгеннен кейін айтып отырмын. Себебі біздің ДНК-мыз сияқты спираль тәрізді. Әр уақытта әр ұлт дамып отырған. Мысалы Шыңғыс ханның кезінде жаңағы моңғолдар, Македонскийдің кезінде мысалы аяқта мысалы римдер деген сияқты, иә, мысалы өзінің уақытымен бүйтіп дамып отыр. И ең соңғы десертке қазақ ұлтын қойып қойған. Бұл ғаламдық жоспар. И жаңағы тарихта оқиғалардың барлығы бүйтіп соңғы конечный, соңғы сериясы қалады ғой. Соны бір точкасын бір тұйықтайтын, аяқтайтын кез келеді дейді, қазақ ұлтына қойып қояды. Біз барлығымыз ұйқыда болған себебіміз сол. Ол ғаламдық жоспар. Сөйтеді да уже жаңа 86 жылы жерде, жаңа алаңда жаңағы ақ пен қараның соғысы болады ғой. Сол кезде жаңағы жаңа дәуірдің жарық энергиясы жеңіп кетеді. И тарихтағы бұрын болған ұлы тұлғалар, даже Пушкиніңіз бар, Есениніңіз бар, жаңағы Петр Первыйіңіз бар, Македонский, барлығы жаңағы Томирисіңіз бар, абсолютно барлығы қазақ болып туылады. Оны бәрі эфирде отырған шығарсыздар, бірақ енді ол өткен өмірлеріңіздің опыты, ойбай мен кім болдым деп ізденудің қажеті жоқ. Алаштықтар мысалы, неге сіз алаштықтардың жаңағы суретін көрсеңіз, киносын көрсеңіз, өзіңізден жылай бересіз, мысалы жүрегіңіз толқып, бір жерге барған кезде де сол жердің энергиясы кәдімгідей сізді алқымыңыздан алып, көзіңізден жас шығып, мысалы жылай бересіз да, себебі ол арғы жағыңыз біліп тұр. Барлығымыз қазір абсолютно отырмыз. Абайдың, Құнанбайдың дәуірінде, алаштықтардың дәуірінде барлығымыз бірге болдық. Осы отырған қазіргі сіздер топырлап опыттан өтіп жүрген, бүйтіп анау да болдық, мынау да болдық. И қазір уже ескі дәуірдің міне точкасын қоямыз. Соңғы сериясы келді. Енді ақиқатын ашамыз деп келіп отырмыз. Тарихтың ақиқаты қазір ашылып жатыр. Бізде Зариналар мысалы әр жерге неге барып жүр шошаңдап дейсіздер ғой, түсінбей жатсыздар, жақында түсінесіздер. Олар
жаңағы өткен өміріндегі аяқталмаған сабақтарын аяқтап өткен өмірінің ескі дәуірдің есігін мәңгіге жауып жатыр. Мәңгіге жауып жатыр. Ол және бәріңізде болуда қазір қиналып жатқан себебіңіз сондықтан. Өткенде мынау бірнеше қыз маған жазды. Түнде кәдімгідей дірілдетіп жіберген, жоғарғы энергия. Сонда алтын немен, датамен 31-і 2023 жыл алтын дата, есіңде сақта дей берген. Сол күні қазақ тарихының ақиқаты ашылатын уақыт келді деп жоғарғы өлшем есігін ашты. Енді түске мән беріңіздер. Немесе қасиеті ашылып кеткен жерде қыз жігіттер отыр, біреуге айтуға қысылады, өйткені біреуге айтса сен жынданып кеттің дейді. Бірақ басқа күштерді, батырларды көретін осы жерде қасиетті адамдар отыр. Егер сіздің жақыныңыз бұл теманы түсінбей, бірақ сізге айтса, мен бүгін батырды көрдім, мен бүгін қасымда мынандай жүр десе, жындыханаға апарып тастауға асықпаңыз, жақсы ма? Ақылдасыңыз, көрейік. Өйткені больницаға барып тастасаңыз, уколмен жаңағы аурасын қатырып тастайтын болса, біз уже яғни жоғарғы күштер уже ары қарай көмек бере алмай қалуы мүмкін. Енді өте көп болады ондай нәрселер. Сондықтан просто өзгерісті қабылдаңыз. Айтыңыз, қасыңызда топырлап жүр қазір сіз. Вроде бөлмеде отырсыз, бірақ қасыңызда көп та күштер. Просто айтыңыз, немен байланысқыңыз келсе, мен дайынмын. Қорықпаймын ештеңеден. Белгіні бер, көрсет деп кәдімгі отырып осознанно есейген адам сияқты айтсаңыз, қорықпай, дірілдемей, олар ақырындап уже белгісін бере бастайды. Қой, мен сәулені эфирге шақырайын. Давайте физикалық тұрғыдан жердің герці деген не? Жалпы адамзат космос деп айтады ғой. Неге бізді космос деп айтады? Жердің вибрациясы қалай көтеріліп жатыр? Вибрация деген не ол жалпы? Мынау физика ілімі бұл туралы не дейді екен? Сол туралы білейік.